Армысыздар, ардақтағы ағайын, эфирде постскриптум бағдарламасы, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. 30 тамыз Конституция күні. Биыл ата заңымызға 28 жыл толып отыр. Бүгінгі хабарымызды еліміздің басты құжаты ата заңымыз қабылданған айрықша күнге арнасақ. Студиямыздың қонағы заңгер облыстық мәслихаттың депутаты, қоғам белсендісі Ермек Төлеуұлы Әбілдин. Ермек Төлеуұлы, студиямызға қош келіпсіз. Қош көрдік. 30 тамыз күні сондай бір айтулы айрықша мерекеміз Конституция күні. Былтырғы жылы 5 маусымда конституциялық өзгерістер бойынша республикалық референдум өткен болатын. Әңгімемізді бастасақ. Енді осы тұрғыда айта кетейін. Қазақстанның жаңа Қазақстан деп қазір бастама алып отырық қой. Жаңа Қазақстанның бастамасы сол референдумнан басталды деп айтуға болады. Референдумда барлық халық қатысып, осы біздің ата заңымызға өзгерістерді қабылдадық. Ол енді бұл біріншіден жаңағы мемлекет басшысының пәрменімен, сол кісінің ұсынысымен болған осындай референдум өтті. Енді ата заңымызда көптеген өзгерістер болды. Ең бастысы ол жаңағы мықты мемлекет, мықты президент, ықпалды парламент және де есеп беретін үкімет. Енді ата заңымызды алатын болса, Конституцияны көптеген өзгерістер онда енгізілді. Ол жаңағы демократияның бір несін білдіреді, демократияның жаңа мемлекеттің даму жолын білдіреді. Ол айта кетсек, мысалы, маслихаттар бір одномандаттық округ арқылы сайланатын болды. Ол жаңағы аудандық маслихаттар, қалалық маслихаттар 100% және де облыстық маслихат 50% депутаттар сол жерде жаңағы бір мандаттық округ арқылы сайланады. Ол жерде халық тікелей әр өзінің жаңағы үміткеріне, кандидатына дауысын беріп, сол дауыс беріп өткеннен кейін кім енді жоғарғы пайыз алып өтеді, солар мысалы депутат бола алады. Және де халық тарапынан егер де сенімсіздік танытса, енді 5 жылдың ішінде жаңағы егер де депутат халықтың айтқан жаңағы жіберген мұң-мұқтажларын орындамай жатса, мысалы, халықтың сенімін ақтамай жатса, олар сеніміне шығу, сол арқылы жаңағы депутатты орнынан алуға болады, мысалы. Енді оған осы мәселеде негізі бір қатар сауал туындайтын мәселе. Ол жерде енді неше адам болу керек? Халық дегенде қанша адам жаңағыдай мәселен депутат айтқанын уәдесінде тұрмады деп сондай шағымдан алады. Қандай да бір халықтың, тұрғындарымыздың көрсеткіші болу керек па? Ол жерде жаңағы арнайы топ құралады халық тарапынан, жаңағы округқа байланысты. Әр депутат бізде мысалы өзінің округі болады. Сол округтан инициативный группа дейді, солар мысалы егерде сондай сенімсіздік білдіріп жатса, қол жинап арнайы жаңағы неге маслихат төрағасына ұсыныспен шығып, осындай депутаттарын ауыстыра алады, иә? Сол жерде қарастырылады. Ол заңды ма, дұрыс тұрғыда жазылып жатыр ма, немесе ол жалған түрде келіп отыр ма деп мысалы жаңағы өтініштің өзін сол. Ермек Төлеуұлы, енді жаңағы сіз айтпақшы, халық дауыс береді, өзін-өзі басқару осы үрдіспен депутаттық корпусты сайладық біз. Осыған қатысты жалпы көзқарас пайымыңыз қалай? Қалай өтті осы сайлау? Енді былай қарасаңыз, негізінде нәтиже күткендегідей болды ма? Ол дұрыс, ол бір одномандаттық округ арқылы тек қана маслихаттарда емес, қазіргі кезде енді 30% мәжіліс парламентқа да өтіп отыр. Бұл енді депутаттар, жаңағы бір одномандаттық округ арқылы сайланған депутаттар, олар уже халық алдында жауап береді. Қандай жұмыс істеліп жатыр, қандай жаңағы халықтың сұрауы орындалып отыр ма, орындалып жатқан жоқ па, соның бәрін алдын ала жауап береді. Ал алдында мысалы 100% партиялық тізім болған кезде, ол кезде мысалы кімнің қай депутат, қай округқа жауап береді, белгісіз жағдай болған. Ол да әрине дұрыс емес, жаңа 100% деген. Бірақ та партиялық тізім дегенде болу керек. Өйткені енді біздің демократиялық мемлекет болғаннан кейін саяси партияларда жаңағы белсенді түрде саяси нелерге қатысады, науқанға, және де осы қазірге қалыптасқан жүйе дұрыс деп ойлаймын. Қалалық мәслихат депутаттарының енді қала ішіндегі участоктар бойынша іскерлігін көріп жатыр. Округтар бойынша. Енді облыстық мәслихат депутаттар аудан, ауылдық елді мекендерге шығып жатыр ма? Әрине, кеше ғана мен өзім мысалы партиялық тізіммен сайлансам да, мен жаңағы өзім туған еліме, Кіндік ханым тамған жерге барып, жаңағы қалай тұрғын үй жұмыстары, құрылыстары қалай жүріп жатыр, қалай жаңағы мемлекеттің басшысының тапсырысымен әр ауылға, аудан басына емес, тек қана ауылға жаңағы су құбырын тартып жатыр, кәріз құбырларын тартып жатыр, мысалы, соларды барып кеше бағалап келдім, мысалы.
басқа депутаттарда сондай жұмыс тобы жасалып, бұл кесте бойынша осындай сапарларға шығып жатыр. Мысалы бізді айта кететін, жаңа мәжіліс парламентқа қараған кезде бізде маслихаттарда каникул деген болмайды мысалы. Біз жаз бойы, қыс бойы жаңағы жұмыс істей береміз мысалы. Және де бізде көбісі, халықтың көбісі қателеседі, бізде мысалы депутаттардың бәрі жалақы алады деп. Маслихаттың жаңағы аудандық, қалалық, облыстық маслихаттың депутаттары жалақы алмайды. Мүлдем жалақы алмайды. Мүлдем жалақы алмаймыз. Жаңағы мысалы жаңағы Ақтоғай ауданына барып келдім, мен мысалы, мен өз қаражатыма, өз қалтамнан шығарып, өз көлігіме отырып, өзім барып келдім. Осы ретте халықтың мұң-мұқтажы қай бағытта? Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, енді ауыз су мәселесі одан бөлек не алаңдатып отыр? Ең бастысы ауылды мәселе алаңдататын ол жол мәселесі, жаңағы су және де жарық, тұрғын үй. Сол мәселелерді шешуге сіздер қаншалықты ықпал ете аласыздар? Қаншалықты осы атқарушы билікпен өзара бір ыңғайға түсіп шешіліп жатады? Енді қазір ауылдың жағдайы өте жоғарғы деңгейде деп айтуға болады, тамаша. Мысалы, кеше Ақтоғайға барып қарағанның өзінде тек қана Ақтоғай емес, жаңа қасындағы Үшарал деген ауыл бар, басқа жаңағы Кежек деген ауылға бардық. Жол салынып жатыр, мысалы, қазір әр жағында Ақтоғайдың ар жағында Қаратал, Қызыларай деген ауылды мекендер бар, кішігірім, солардың өзінде жаңағы асфальтталған жол салынып жатыр, мысалы. Және де кішігірім шалғайдағы ауылдар бар, кішігірім, оның ішінде бір 15-20 ғана үйлері бар, мысалы, соған қарамысты сол ауылды мекендерге су құбырлары тартылып жатыр, орталықтандырған. Әлеуметтік желіде, мысалы, бізде халық тікелей шығып, өздерінің сұрақтарын, өздерінің ұсыныстарын айта алады. Бірақ та халыққа бір жағынан өтініш, осы сіздің бағдарламаңызды пайдаланып отырып, егер де бір жүйелі түрде сұрақтар туындап отырса, оған өздерінің ұсыныстарын айта отырса дұрыс болады. Өйткені енді өмірде әртүрлі жағдай болады. Депутаттар болғанмен олар универсальный адамдар емес қой, мысалы, жан-жақты, мысалы. Сондықтан, егер де сіз сол саланың маманы болсаңыз, қалай көресіз ол мәселені шешу көзін, қалай соған айтып, бірігіп жұмыс істесек, сол тиімді болады дейсіз ба? Енді жалпы сол жерде тұратын тұрғындар біледі ғой мәселені қалай шешу керек. Сондай жерде ұсыныстарын айтып отырса дейсіз ба? Сондай жерде ұсыныстарын айтса, мысалы. Өйткені біз осы Қарағанды облысының тұрғындары болсақ та, әр ауылда қандай жағдай болып тұрған нақты білмейміз ғой, мысалы. Сондықтан өздерінің ұсыныстарында да, өздерінің пікірлерінде білдіріп тұрса, абзал болады. Ермек Төлеуұлы, сіз жалпы әлеуметтік желіде де былайда сондай бір белсенді депутаттардың бірі деп айта аламыз. Осы ретте ауыл тұрғындары нақты бір сіздерді шақыра ма, халық жиналып? Осындай мәселе туындап жатыр. Келіп осы мәселені шешуге ықпал етсеңіздер деген шақырту болды ма? Үлкен бекет бар, станция Большая Михайловка деген. Сол жерде тұрғындар өздерінің наразылықтарын туындырды. Осы дүйсенбі барып қайттым өрге. Сол жерде мысалы жаңағы су олар жаңағы скважинадан алып отқан көрінеді. Уже бәленбай жыл болған, 30 жылдан көп асып кеткен. Сол жерде скважина алып отқан көрінеді. Сол заңды тұлға скважинада су беріп отқан. Олар жаңағы суды біз тоқтатамыз, біз тек қана өзімізге ғана, өзіміздің өндірісімізге және де қасымыздағы басқа заңды тұлғалармен ғана жұмыс істейміз, жеке тұлғаларға су беруді тоқтатамыз деп сондай ескерту жазыпты. Сол тұрғыда біз барып, жаңағы арнайы жергілікті мемлекеттік органдарға шақырып, әкімшілік бәрін сол түйткілдің мәселесін шешуге бардық. Қазір жайлап шешіледі деп ойлаймын. Өйткені енді міндетті түрде жаңағы тұрғындарды ауызсыз сусыз қалдыруға болмайды. Енді өзіңіз білесіз, алдымызда қазір күз маусым, әрі қарай қыс маусымы келіп қалды. Сондықтан су ішетін су болу керек міндетті түрде. Шешу ыңғайы табылды дейміз ғой. Табылып жатыр. Енді осы ретте мен айтып өтсіз, жер және оның қойнауы. Су көзімдері, өсімдіктер, жан дүниесі деп мынау. Былтырғы жылғы өзгеріске қатысты. Соның қазірде көрінісі қалай болып жатыр? Конституцияға өзгерістер енгізілді. Осы референдумда бізде жаңа өзгерістердің бірі ол жаңағы жер және оның қойнауындағы байлық тек қана халыққа тиесілі деп сондай бекітілген болатын. Бірақ та біз өз тарапымыздан, енді мен партия туралы айта кетейін. Ақжол партиясы бізді жаңағы Батыс Қазақстанда мысалы жаңағы мұнайды өндіретін, мұнайды шығаратын үлкен алпауытты компаниялар бар.
солардың мысалы контрактылардың ақпаратын берсін деп бірнеше рет айтқан болатынбыз, ашық түрде жариялансын деп. Дегенмен жаңа ата заңға өзгеріске байланысты депутаттар, мәжіліс парламенттің депутаттары өздері білмей отыр. Ол жаңағы ол ақпарат әлде қолжетімсіз, жасырын болып келе жатыр. Табыс қайда кетіп жатыр? Шетелдік компаниялар алып кетіп жатыр ма, немесе біздің бюджетке келіп түсіп жатыр ма, сол белгісіз жағдайда. Сол туралы тұрғыда бірнеше депутаттық сауал жұмсалған болатын. Оған үкімет тарапынан бізге жауап берген жоқ. Жауап бермегенде жаңағы ол ашық түрде жарияланбайды, нетілмейді деп. Бірақ та жаңа конституцияға ол қарама-қайшы келіп тұр. Сол тұрғыда біз өз тарапымыздан, жаңа партия тарапынан конституциялық сотқа жүгінген болатынбыз. Айта кететін жайт, жаңағы не конституция осы өзгеріске байланысты конституциялық сот пайда болды бізде қайтадан, бұрында болғанда конституциялық сот, қайтадан конституциялық сот. Егер де халықтың жаңағы құқықтары бұзылып жатса, сол конституциялық сотқа жүгіне алады. Сол тұрғыда сол құқығымызды пайдаланып, конституциялық сотқа біз жүгіндік. Осы мәселе қаншалықты шешілу үрдісінде қазір? Қарастырылып жатыр ма әлде уақыт енді мен заңгер ретінде айтамын, негізінде енді осындай өзгеріс енгізілгеннен кейін, осындай өзгеріс қабылданғаннан кейін, жаңағы конституцияға ол жаңағы орындалу керек. Ол үкімет тарапынан және де жаңағы алпауытты компаниялар тарапынан орындалмай отыр. Осы ретте мынау біздің өзіміздің жергілікті ірі деген кәсіпорындар, өндіріс алпауыттар бар ғой. Олардың пайдасы, қандай да бір кірісі қаншалықты мысалы ашық, айқын болып жатыр? Мен мысалы осы депутат ретінде ауыл аймақтарға барып жүрмін, мысалы, сол жерде мысалы жаңағы орта кішігірім жаңа бизнестер мысалы жұмыс істеп жатыр, бірақ та олардың заңды тіркелген жерлері басқа облыста немесе жаңа елордада, олар көбінесе салықты жаңағы корпоративный подоходный налог дейді, налог на добавленную стоимость дейді, НДС, олардың сол көп басымы сол жаққа тіркелген жеріне кетіп қалады. Бірақ та бүкіл зиянның бәрі келіп отқан жерге, экологияға, басқа да зиян жаңағы ол жергілікті жаңа тұрғындарға байланысты. Сондықтан біз өз тарапымыздан талап етіп келе жатырмыз. Мысалы, егер де компания, мысалы, ArcelorMittal сияқты, Казахмыс сияқты, және де басқа жаңағы компаниялар бар, ауылды мекендерде жұмыс істеп жатқан, сол жерде істесе, ол сол жерде міндетті түрде тіркелу керек. Соның түскен салығы бәрі жаңа жергілікті бюджетқа тиесілі болу керек. Содан кейін барып бәрі қарай бөліну керек. Бізде қалай? Бізде көбінесе салықтың көбісі жаңа басымы елордаға, орталыққа кетіп қалады да, аймақта шалғайда жатқан ауылдарға жетпей қалады. Негізі экологиялық заңдылық бойынша экологиялық эмиссиялар барлығы сол жергілікті жердің экология тұрғыда оны заңға өзгеріс енгізілген, салық кодексіне өзгеріс енгізіліп, ол жергілікті бюджетке бөлінеді. Ол бірақ та жаңағы мен айтып отқан салықтарға қараған кезде аз ғана, сомасы аз. Басым суммасы ол жаңағы налог на добавленную стоимость және де корпоративный подоходный налог деген соның ішінде. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламамызда егеменді еліміздің төлқұжаты ата заңымыздың айбыны заңдық пәрмені жайында әңгіме өрбітудеміз. Студиямыздың қонағы заңгер, қоғам белсендісі, облыстық мәслихаттың депутаты Ермек Төлеуұлы. Ермек Төлеуұлы былтырғы жылғы осы жалпы халықтық референдумдан кейінгі тағы бір жағымды жаңалық, мынау партияларға шектеу қойылмайтын болды. Бұрындары партия мүшелігінде осыншама халық болсын десе, ендігіде белсенді ұйымдар өздерінің іскерліктерін танытып, қоғам өміріне атсалысып жатыр. Осы бағытта. Айта кетейін, бұл тұрғыда 4 есе азайды партия тіркеу. Мысалы, кезінде жаңағы міндетті түрде мүшелігінде әр партияның мүшесінде жаңағы 20 мың адам сондай талап қойылған болса, қазіргі кезде ол 4 есе азайып 5 мыңға шейін азайды мысалы. Ол өткен сайлауда мысалы өздеріңіз көрдіңіздер, көп партиялар тек қана тіркеліп қоймай, олар жаңағы жергілікті маслихаттарға, жоғарғы жаңағы мәжіліске де өтіп жатыр мысалы, ол жаңағы демократияның көрінісі. Қазірде мынау жергілікті өзін-өзі басқару органдарды сондай бір белсенділік танытып жатыр, Осы жергілікті өзін-өзі басқару органы ұйымындағы кісілердің дейміз, мынау тұрғындардың белсенділігіне қатысты. Жалпы көзқарасыңыз қандай? Кей жағдайда, мәселен, ұялы телефондарын қосып, оқиға орнында түсіріп, тікелей, мысалы, әлеуметтік желіге де жүктеп жатыр. Бұл қаншалықты дұрыс, қаншалықты айқын, жалпы өзін-өзі басқару
органдардың іскерлігіне қатысты? Енді өзін-өзі басқару органдарға байланысты болса, бұл жерде айта кетейін, олардың мүшесінде заңға байланысты қазір халық сайлайды. Сол жаңағы өзін-өзі басқару қай округ арқылы, бұл депутат сияқты жаңағы сол округтан сайланады. Егер де оған сенбеушілік танытып атса халық, онда да жаңағы сол органның тарапынан алып тастауға болады, мысалы. Оған арнайы халық тарапынан жаңағы петицияда жазып, мысалы, нетуге болады. Ал егер де жаңағы енді әртүрлі жағдайлар болып тұрады. Егер де мемлекеттік қызметшіні жаңағындай ұялы телефонға түсіріп нетіп атса, ол заң бойынша рұқсат етілген негізінде. Жұмыс уақытында доступны ашық түрде болу керек жаңағы мемлекет қызметшісі. Олар халыққа қызмет жұмыс барысында қызметкерді я шенеунікті тікелей тек қана жаңағы мемлекет қызметшілер, олар тек қана заң тұрғыда дайын болмау керек, мысалы, аттестация тапсырған кезде. Олар психологиялық тұрғыда дайын болу керек, халықпен жұмыс істей білу керек, мысалы. Мен көптеген шенеуніктерді көрдім, мысалы, олар әртүрлі жағдайларды, провокационный жағдайларда болып тұрады, енді халық тарапынан, қоғам тарапынан, мысалы, соның өзін басын қайырып жұмыс істей білетін адамдар бар. Сондай оны айта кететін тағы да бізде арнайы мемлекеттік қызметшілерге арналған жаңағы академия бар. Сол жерде, мысалы, жыл сайын ол жерде оқытып тұрады, аттестация өтіп тұрады, мысалы. Сол кезде әртүрлі тәсілдерді қолданады жаңағы. Психологиялық тұрғыда сол халықпен қалай жұмыс істеу керек, коммуникация дейді, мысалы, соның бәрін біле біліп жұмыс істеу керек. Егер де мемлекеттік қызметке бардыңыз ба, өз мойныңызға, соответственно, жауапкершілік алып отырсыз. Барлық жаңағы әрекеттер, ол жаңағы халық тарапынан болса, қоғам тарапынан болса да, мемлекет тарапынан болса да, осы ата заңға сай болып, сол арқылы бәрімізде ата заңға сай жұмыс істеу керекпіз. Бүгінгі осы эфирді пайдаланып отырып, осы біздің Қарағанды облысының тұрғындарын және де осы Қазақстан халқын келе жатқан ата заңымен құттықтаймын шын жүректен. Ермек Төлеуұлы, мазмұнды сұхбатыңызға рахмет. Сізді де мынау төл мерекеміздегі Конституция күнімен құттықтаймын. Хабарымыз осымен тәмәм. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған заңгер, облыстық мәслихаттың депутаты, қоғам белсендісі Ермек Төлеуұлы Әбілдин. Келесі эфирде жүздескенше күн жақсы болсын.